Бүгін Қазақпыз ғой жобасынан көретіндеріңіз. Қатын алғыш Бекболат Тілеуханның қаңтар қырғынына қандай қатысы бар? Арон Атабекке байланысты айтатын болса, ол кісімен да мен әңгімелестім, керемет жақын дос болды, бірақ орыс тілді кісі еді негізі. Арон Атабекті ел бұзар деп айыптаған Бекболат Тілеухан Түркияға не себепті қашып кетті, а? Қожалиева Тоғжан Бақытжан қызы, хақ қозғалысының жетекшісі. Бекболат Тілеуханның келіні Тоғжан Қожалиева жайлы не білесіздер? Қоғам белсендісі болып жүрген Қожалиеваның да бетпердесін шешеміз бүгін. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум, айбынды алашым. Назарда Қазақпыз ғой жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Бітті, кім көрінген қазағымды жеп тонап. Бұл тойымсыз нақұрыстар қашан енді жеп болады. Соның бірі Түркиядан азаматтық алмақшы, танисыздар, 200-ді бұл Тілеухан Бекболат. Яя қасқыр мінез қазағым. Бүгін намазда тұрып елді қарғайтын, Назарбайдың артынан қалмайтын, Арон Атабектің кінәсіздігіне нанбайтын Бекболат Тілеухан жайлы әңгіме қозғамақпыз. Бұл санды бастамас бұрын арнаға жазылып, астында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Осы арқылы шырылдаған шындықтың шыққанынан хабардар болып отырасыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Кеттік. Әңгімені бірінші Бекболаттың келінінен бастасақ. Мемлекет қорғауына алынған ұлттық парктерде жөн жоқсыз құрылыс жүргізуге табиғат жанашырларының барлығы қарсы болғанын білеміз. Солардың бірі Бекболат Тілеуханның келіні Тоғжан Қожалиева. Ол псевдо-оппозициялық хақ саяси ұйымының жетекшісі. Бұл Қожалиеваның халыққа жағу мақсатындағы бетпердесі ғана. Ал оның көлеңкесінде қарауытып көрінбей тұрған не нәрсе бар? Тоғжан қазақтан, жалпы қоғамдық кеңестен не жасырып жүр? Қазір айтамын. Сонау 2011 жылы Іле Алатау табиғи ұлттық паркі мен Ростимпортцемент жауапкершілігі шектеулігі серіктестік еліміздегі қоршаған ортаны қорғау мақсатында шығарылған заңдарға қарамай қорықтың 2 гектардан астам жерін жалға алып, оны игеру жөнінде келісімшарт жасады. Сол кезде Ростимпортцементтің бұл жерді қандай мақсатта пайдаланатыны белгісіз еді. Бұл паркте негізі ауыр құрылыс жүргізуге тыйым салынған. Сонда да Аққайың Spa Hotel and Challenge президент деп аталатын бизнес жобаны бастап кетті. Ұлттық парктың қақ төрінен ойып алған аумақты биік шарбақпен қоршап, қалталы туристермен дөкелер демалатын коттедж бен қонақ үйлер салынып жатқан болатын. Сонда тұмша табиғатты сұқ қолдардан қорғаушы қоғамдық кеңес мүшелері заңды белшесінен басып, экологияны бүлдіріп жатқан кім деген сұраққа жауап таппай дал болған. Дәл осы кеңестің мүшесі болған Тоғжан Қожалиева да түк білмеген адам құсап, мүләйімсіп, басын салбыратып, сотқа шұқылап отырған болатын. Оның дәл осы тұста үнсіз қалуы бекер емес екен. Сөйтсек, Ростимпортцемент компаниясы Тоғжан Қожалиеваның күйеуі Мейрам Тілеуханға қатысы бар болып шықты. Дәлірек Тоғжанның енесі Альмағамбетова Алия жаңағы Ростимпортцемент жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылтайшыларының бірі. Не деген сәйкестік десейші? Ой, ал Қожалиеваның күйеуі Мейрам болса, 200-ді Бекболат Тілеуханның ағасы генерал-майор Рамазан Тілеуханның үлкен ұлы. Тоғжан келінің Іле Алатау паркін бүлдіріп жатқан, бұл фирманың кімге тиесілі екенін қоғам белсенділеріне айтпай, тілі кесіліп, жұрттан жасырып қалуының себебі де осы. Сенген қойым сен болсаң, күйсегенің дұрайын деген осы шығар. Міне, парадокс. Оу-де! Әнін тыңдасаң, жүректе әдемі әсер қалдыратын Бекболат Тілеуханның қаңтар қырғынынан кейін Түркияға тайып тұрғанын бәріміз білеміз. Бұл да бекер емес. Бұл пенденің осы оқиғаға қатысы болуы да әбден мүмкін. Ол былай тұрсын, сақалды ағамыз ол жақтан туған жерге қайтуды ойлап жүргені кем-де-кем. Себебі Тілеухан Түркия азаматтығын алуға өтініш жазып, түріктердің артын жалап жатыр дейді.
Сол жақтағы дерек көздердің баяндауынша, Бекболат Стамбулдан 6 бөлмелі пәтер алып, 39 жасар Жанар Тәпенова деген 3-ші қатынымен тұрып жатыр екен. Айту керек, екеуінің 6 баласы бар. Жанар Тәпенова Түркияға кетер алдында жақын туысының біріне өзіне тиесілі Астананың сол жағалауындағы көп қабатты үйдегі 2 пәтері мен Шұбар ауданындағы жер үйін сатуға тапсырып кеткен көрінеді. Біздің Астана Бекболат Тілеухановтың үйін соғып жатыр, қараңдар. Көрдіңдер ме, мынаның бәрі соның үйі. Экс-депутат тіпті Түркиядағы қандастарды жинап ауызашар берген екен. Түркияның президентінің ұлы Біләл Ердоғанмен кездескен Бекболат Назарбай кетіп, енді Ердоғанның артына сабынсыз кіріп жатыр. Түсінем. Негізі мойындаймын, бұл азаматты нағыз ер ғой деп сыйлаушы едім кезінде. Сөйтсем, бұл да көптің бірі, көттің кір екен ғой. Арон Атабекке айтқан әңгімесінен кейін Тілеуханға деген көзқарасым 180 градусқа өзгеріп кетті. Ол былай дейді. Арон Атабекке байланысты айтатын болса, ол кісімен да мен әңгімелестім, керемет жақын дос болды, бірақ орыс тілді кісі еді негізі. Енді қазақтың ақыны деп жүрсіздер, кім қай тілде жазса, сол тілдің ақыны. Ол кісі поэзиясын орыс тілінде жазған, сосын жалпы өзі жоқ, қазақшын жүрген жоқ. Иә, бұл надан Арон Атабекті қазақты сүймейді, қазақша сөйлемейді деп айыптап жатты. Тіпті Арон Атабекті қазақтың ақыны деп атаған журналистке ашуланғаны бар емес пе? Егер осыны көріп отырған Тілеухан болса, айтарым. Арон Атабек қазақтың нағыз ақыны, еліне жақыны, қазақтың батыры. Ал Бекболат Тілеухан болса, елден қашқан Назарбайдың қатыны. Ал не дейсің? Давлением көтеріліп кетті ғой, құрсын ертең қарғап жүрмесін. Бұл да намазда тұрбақ, елді қарғай беретін адамзат емес пе? Қайда кетті ұлтын сүйген Бекболат Тілеуханың? Жапты ма аузыңды биліктегі біреу тағы? Қазақты ойлап жүрген қазақ едің ғой тәп-тәуір. Депутаттық мандаттасың мақсат енді ақталу. Еске сала кетсем, қаңтар қырғыны басталмай тұрып, бір апта бұрын Бекболат Тілеуханның мәжіліс депутатындағы өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылған болатын. Есімнен кетпейді. Сол кездегі Бекболаттың бекем айтқан сөздері, жәутеңдеген көздері. Төф, ақындығым ойып кетті ме? Не болды өзі маған, а? Енді біраз жұмыс істедік. Арты ауыз айтқан сөзіміз болса, бір жаза басқан жеріміз болса, мен кейбір әріптестеріммен жаңағы кешірім сұраймын, ғафу өтінем. Иә, бұл бетпақ өзі сияқты жемқор әріптестерінен кешірім сұрамай, қазақтан кешірім сұрау керек емес пе? Адам болмайды мынау. Қазақ дейтін ұлттың, тілінің, мәдениетінің, тарихының, ғылымының, руханиятының, салтының, дәстүрінің Қазақстан Республикасынан басқа барар жер басартауы жоқ, басқа дамитын жері жоқ. Не деген жалынды сөздер? Міне нағыз қазақтың батыры, қазақтың жанашыры деп қаласыңшы, сөздерін тыңдасаң. Осылай 2 метр тілімен жүректі ел жүретіп жіберетін жағымпаздардың жүрісі мынау. Қалай болғанда да жағымпаз болсаң, әр қалан, сен де бір депутаттықтың тетігін тапта бар қалан. Міне, Бекболат Тілеуханның өмірлік ұстанымы осындай. Бүгінгі айтарым осы, қысқыр мінез қазағым. Арнаға жазылып, астында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Осы арқылы ащы ақиқаттың астарын ақтаратын видеолардың шыққанынан хабардар боларсыздар. Сонымен қатар арнаға қаржылай қолдау білдіремін десеңіздер, астында біздің реквизиттер жазылып тұр. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Кездескенше күн жақсы.